Норвегиялық арасында меренгасы бар, бетінде миндалі бар, осындай өте дәмді торт дайындайтын боламыз. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған сары майымызға шекерді салып, бірге араластырамыз. Бұл тортты жасауға уақыттарыңыз көп кетпейді және бір жасағаннан жеп қояды, сондықтан да ерінбей жасап көрсеңіздер болады. Келесі кезекте үстіне жұмыртқаның сары-уызын салып аламыз. Және бөлме температурасында тұрған сүтімізді құямыз. Келесі кезекте ұнымыз бен қамыр қопсытқышымызды бөлек ыдысқа араластырып, оны жұмыртқалы массамызға біртіндеп салып отырамыз. Бізде қою қамыр шығады. Мен өзім мак жақсы көргендіктен қамырға осындай мак 15 граммдай араластырып жібердім. Сіздер қоспасаңыздар да өз еркілеріңіз. Енді пергамент қағазы төселген осындай тапамызға тіктөртбұрыш тәріздес формаға келтіріп, қамырымызды жайып шығамыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болу керек, қатты жұқа ғып жаюдың қажеті жоқ. Енді тортымыздың меренгасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға жұмыртқаның ақ-уызын салып, шым-шым тұз саламыз. Және шекерді бір қасықтан осылай салып отырамыз. Меренга дайындайтыннан алдын ыдыстарыңызды қадағалаңыздар. Ешқандай су болмау керек, құп-құрғақ, таза ыдыс болу керек. Біздің меренгамыз осындай қою, қимылдамайтын жағдайға жету керек. Енді үстіне осы меренгамыз өзінің тығыздығын сақтап қалу үшін кішкене лимон тамшыларын тамызып жібереміз. Осындай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Бұл кезде миксерді пайдаланбаймыз. Енді қамырдың үстіне біркелкі етіп осы меренганы жағып шығамыз. Торттың бетіне миндальді екіге бөліп, мен сеуіп шықтым. Тортымызды 180-200 градус қызған пеште 25-30 минут аралығында, яғни қызарғанша пісіріп аламыз. Тортымыздың арасына жағатын крем дайындаймыз. Сливкиімізге осындай 2-3 ас қасық қант ұнтағын салып, миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне творожный сырымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Біздің кремімізде өте қою, қимылдамайтындай болу керек. Қамырымыз піскен соң толық суығанын күтеміз және теңдей екіге бөліп аламыз. Арасына кремін жағып, бетіне тағы да екінші қамырымызды қоямыз. Біздің осымен норвегиялық меренга қосылған өте дәмді тортымыз дайын болды. Осындай ерекше дәмді торт жегілеріңіз келсе, жарты сағаттың көлемінде дайын болады. Жасап көріңіздер, сіздерде ас болсын.